Бүгін халық заңгері республикалық акциясы басталды. Акциядан облыс тұрғындары да тыс қалған жоқ. Адвокаттар, нотариустар, заңгерлер мен тергеушілер келушілердің толғандырған сұрақтарына жауап берді. Мәселені заң тұрғысынан қалай шешу қажеттігін айтып жол сілтеді. Акцияның мақсаты халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру және тегін заң көмегін көрсету. Кез келген азамат еліміздің заң қоғамдастығындағы ең үздік өкілдерден тегін қажетті консультация ала алды бұл күні. Құқықтық көмектің сапасын арттыру үшін аймақтың ең үздік заңгерлері жұмылдырылып отыр. Бізде облыс орталығында және қалаларда, аудан орталықтарында 5 елді мекенде өтіп жатыр. Еліміздің, аймағымыздың үздік заңгерлері келіп, халыққа кеңес береді. Сонымен бірге құқық қорғау органдары мен прокуратура, ішкі істер органдары, басқа да мемлекеттік мекемелер бар, қаржылық ұйымдар, кәсіпкерлік саласындағы қызмет жасайтын мекемелердің заңгерлері, білікті заңгерлері келіп, халықтың барлық құқықтық сұрақтарына жауап беріп, толыққанды жауап беруге дайын. Акция аясында заңдылықты сақтау, азаматтардың құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріне баса назар аударылады. Кеңес алған азаматтар өз құқықтарын заң аясында қорғауды үйренеді. Бұл бастама құқықтық мәдениетті қалыптастырылып, мемлекеттік органдарға деген сенімді арттыруға және заң мен тәртіп қағидатын нығайтуға ықпал етеді. Халық заңгер акциясы басталған сәттен ақ өзінің қажеттілігін дәлелдеді. 2016 мен 24 жылдар аралығында акцияға шешім қабылдай алатын деңгейдегі білікті сарапшылар мен түрлі мемлекеттік органдардың 10 мыңнан астам өкілі қатысқан. Осы уақыт ішінде 300 мыңнан аса азамат тегін құқықтық көмек алып, кеңеске жүгінген. Бүгінгі акция өтіп жатыр екен. Осы акцияға келіп, қайда осыған тұспа-тұс келіп қалды сұрағым. Кеше 2 күн бойы шеше алмай жүргенбіз. Соған кездесіп, соған сұрағымды қойып, сол сұрағым толық шешілді. Қазір толық түсіндіріп, мынау Қазақстан азаматтарын осындай заңдылыққа үйретіп, өздерінің шаруаларын заң жүзінде шешіп, істеуіне көп көмек жасалынып жатыр. Түсінген адамға. Акция Қазақстан Республикасы үкіметінің тапсырмасымен өткізіліп, елдің барлық өңірін қамтыды. Айта кетейік, бұл шара заң және тәртіп қағидаты аясында жүзеге асырылып отыр. Гүлмарат қызы Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.